Learning Apps бағдарламасымен жұмыс жасау үшін сайтқа жазамыз. Googleға немесе кез келген поисковикқа жазып, мына бірінші шыққан платформаға кіреміз. Осындай болады бірінші беті. Сосын вход дегенді басамыз. Міне вход. Егер аккаунттарыңыз жоқ болса, создать новый аккаунт деп, мына жердегі жолдардың барлығын толтырамыз. Email, парольді 2 рет қайталайсыздар. Сосын я принимаю условия деген жерге галочка қоясыздар. Және мына жердегі сандар мен әріптерді тура осы жерде қалай көрсетілген, солай осында толтырамыз. Және создать конто дейміз. Бұл жаңадан тіркелген адамдарға тіркелу үшін. Сосын логин парольдеріңізді email почта логиніңіз болады. Пароліңізді бір жерге блокнотыңызға жазып сақтап алыңыз. Егер аккаунтыңыз бар болса, войти дейсіз. Міне менің логин паролім сақтаулы. Логин деген жерге бассақ, аккаунттың ішіне кірілді. Енді не істейміз? Тапсырма құрудың 2 әдісі бар. Біріншісі дайын орысша тапсырмадан аудара салу қазақшаға, екіншісі нөлден бастап құру. Поиск деген жерге. Негізі қазақша тапсырмалар да бар, бірақ қазақша аздау. Гүлдің құрылысы деп көрейік. Гүлдің құрылысы бар екен, міне тапсырмалар. Сүйек туралы дайын қазақша тапсырмалар біраз бар екен. Осы жерден алсаңыздар болады, бірақ тапсырма алған кезде міндетті түрде өздеріңіз орындап, грамматикалық қате, сосын сөйлемнің дұрыс құрылуына назар аударып қараңыз, өйткені бұны да сіз бен біз сияқты адамдар жасаған, арасында қателер кетіп қалуы мүмкін. Келесі, орысша өте көп материал. Орысшадан да алсаңыздар болады. Строение цветка. Міне көп шықты. Осыны кез келген біреуін алып, создать подобное упражнение дейміз. Не бәрі орысша жазылып тұр. Гүлдің құрылысы деп ауыстырамыз. Мына жерге не оқушының іс-әрекеті, оқушы не істеу керек бұл жерде? Гүлдің құрылым бөліктерін тап деп жазуға болады, немесе жазбай қоюға да болады. Гүлдің құрылым бөліктерін тап. Келесі мына жерге сурет қойылады, суретіміз дайын, біз тек қана жазуын ауыстырамыз. Міне околоцветник, тычинки, лепестки деген. Осы жазулардың барлығын қазақшаға ауыстырып жазып шығамыз. Жазғаннан кейін мына жерге қазақша кері байланыс жазамыз. Жарайсың, немесе барлығы дұрыс, өте жақсы, тамаша деген сияқты сөздер жазылады. Және завершить и показать предварительно просмотре дейміз. Бұл алдын ала көру. Міне тексереміз, дұрыс жасадық па, қате кетіп қалмады ма, мынау қандай бөлік, мысалы осылай әрбір мынау жалаушаны басып, бөлігінің атауын таңдап, тауып белгілейміз. Сосын барлығын орындап болғаннан кейін, айтпақшы, үлкейтіп аламыз. Тақтада орындаған кезде мынау 4 бұрыш тұр ғой, қызыл стрелкалар, 4 жаққа 4 бағдарша. Осын бассақ, на весь экран үлкейеді. Сосын тапсырманың барлығын орындап болғаннан кейін, оң жақта төменде көк галочканы басамыз. Сол кезде ол программа бізге дұрыс немесе қате екенін көрсетеді. Міне қызыл қате, жасыл дұрыс. Енді бұл тапсырманы қалай бөлісеміз? Тапсырма, мынау алдын ала көрдік қой, енді предварительный просмотр. Сохранить упражнение дейміз. Міне мои упражнение деген жерге сақталды. Бұл енді сіздің аккаунтыңызда тұра береді. 5 жыл, 10 жыл сіз өзіңіз өшіріп тастамайынша тұра береді, сақталып. Енді бөлісу үшін тапсырманың төменгі жағындағы ссылка, міне. Ссылканы алып, осылай қолмен копировать етуге болады, мышкамен дегенім. Копировать. Немесе мынау кнопканы бассаңыз, ол автоматически өзі копировать етіп береді. Сосын мына жерге қоя саламыз. Жаңа Word документ ашып, ссылканы қоя салсақ болады. Немесе ссылканы копировать етіп, бірден WhatsApp веб ашылып тұрса, WhatsAppқа жібере салсаңыз болады. Сонымен қатар QR кодын алуға болады. 2 түрлі әдіспен бөлісесіз. QR кодтың үстінен бассаңыз, осылай үлкен етіп шығады. Мышканың оң жағын басып, копировать картинку дейміз де, онда Wordқа қойып алсақ болады. Wordқа қойып распечатка жасай аласыз, немесе слайдқа салып қойсаңыз болады. Сосын балалар телефондармен келіп, сканерлеп тапсырманы орындайды. Бұл QR код осы тапсырманың коды. Мынаны сканерлегенде осы гүлдің құрылысы туралы тапсырма шығады. Әр тапсырманың өзінің коды және өзінің жеке сілтемесі болады. Енді тапсырма құрудың, нөлден тапсырма құрудың жолы. Новое упражнение деген бөлімге кіреміз. Бұл жерде көптеген шаблондар бар. Найти пару, классификацияны, жұбын тап. Ғалымдар мен олардың еңбектерін жасауға болады. Тағы да басқа осындай бір-бірімен сәйкестендіретін, мысалы, эралар мен олардың сипаттамаларын
бесеу етіп жасауға болады, иә. Тағы да басқа осылай бір-бірімен сәйкес ұғымдарды қоя аламыз. Мысалы, мына мысалды көрсетейік, осы жерде түсінікті болады. Мына жерде көп екен, иә. Бұнда да көп. Мына видео, мысалы, видеоны қарайды да, оған қатысты сөз қайсысы. Соны сөзді осылай видеомен қосады, сәйкестенді. Бізге видео емес, сөзбен сөзді де қосуға болады, суретпен сөзді қосуға болады. Әртүрлі енді ол фантазияңызға байланысты. Үшінші мысалды көрейік. Міне сөзбен сөз. Аудионы тыңдайды. Сөзбен сөз емес, аудиомен сөз екен. Аудионы тыңдайды және оған байланысты сөзді қосады осылай. Сосын қосқаннан кейін тексереді. Ондай осыған ұқсас тапсырма құру үшін создать новое упражнение дейсіз. Жаттығудың атауын жазасыз. Мына жерге сипат міндетті емес. Міне бірінші пара. Мына жерге мысалы не жазсақ болады? Көмір су. Көмір су және глюкоза. Келесі екінші пара, екінші жұп. Май, липид. Үшінші пара. Нәроз, альбумин. Осылай жалғастыра бересіз. Қанша тапсырмаңыз бар, қанша сұрағыңыз бар. Әрі қарай бұл жерде міндетті емес. Удалять правильно составленные пары. Қойып қойсаңыз, дұрыс құрылғандар жойылып отырады. Қоймасаңыз, барлық сол жерде тұра береді, көруге ыңғайлы соңында. Мына жерге кері байланысты қазақша жазамыз. Завершить и показать дейміз. Көргеннен кейін, тексергеннен кейін, мынау көк галочканы басамыз. Көк галочканы. Дұрыс қатесін көрсетеді. Енді бұны қайтадан қалпына қалай дұрысқа жөндеу үшін, мынау ортасындағы ақ лента сияқты бар ғой, екі бөліктің ортасында. Соған мышканы апарып шертіп жіберсеңіз, ол бөлініп қалады. Міне, бөлінді. Сосын орнын ауыстыра саласыз. Дұрысын. Бұны апарсаңыз, жаңағы сұрағы мен жауабын апарсаңыз, өзі жабысып қалады бір-біріне. Тексереміз, дұрыс. Бұны сақтау керек енді. Сохранить упражнение. Сізде сақталды. Бөлісуді жаңа көрсеттім. Ссылкасын аламыз, немесе QR кодын көшіреміз. Новое упражнение. Міне, классификация. Бұл топтастыру. Топтастыру жаңа қарастырдық біз сабақта, ұзын сабақта. Биологияға қатысты осындай суреттермен де, сөзбен де жазуға болады. Суретпен сөзді де араластырсаңыз болады. Создать новое упражнение дейік. Топтардың санында өзіңіз таңдайсыз. Мына жерге тақырып жазылады. Тақырыпты жазасыз. Міне, группа бірінші топ. Фонына жазу жаза салсаңыз болады. Көмір сулар. И көмір суларға қатысты ұғымдар. Глюкоза не жатады, солар жазсаңыз болады. Глюкоза, фруктоза, тағы басқалары. Добавить следующий элемент деп қоса бересіз. Добавить следующий элемент, текстті басасыз. Осылай кете береді. Енді группа 2. Екінші қандай топ бізде? Майлар ма? Майлар дейік. Элементтерін жазамыз. Мынау группа 2 задний фон ғой, фонында тұратын жазу. Фонына сурет қоюға да болады. Және элементтерін жазып шығамыз. Майға қатысты қандай элементтер бар, барлығын. Липидтер, глицерин деген сияқты. Добавить группу 3-ші топ қосасыз, 4-ші топ. Осылай топтар шексіз қоса бересіз. Енді шексіз емес шығар, бірақ міне 6 топқа дейін қосуға болады екен, одан әрі қарай да бар шығар. 8 топ қосуға болады екен. Сосын жоғарыда көрсетілгендей завершить и показать предварительном просмотре дейміз. Сосын сохранить упражнение. Болды, жаттығу сақталды. Дәл осындай алгоритммен басқа тапсырмаларда құрылады. Хронологическая линейка бұл жерде ретмен орналастыру, эраларды қоюға болады. Бұл жерге архей, протерозой, палеозойлар, митоз фазаларын қоюға болады. Қатаң реттілікті сақтайтын тапсырмалар. Простой порядок. Бұл да реттілікке байланысты тапсырма. Мынау вот тексті сұрақ болады, оның астына мәтін жазады оқушы өзі. Сортировка картинок. Бұл жерге суретке қатысты аудиоларды
Суретпен аудио. Бұл көбіне енді ағылшын тіл пәндеріне жақындау тапсырма, иә? Биологияға аса келіңкіремейтін сияқты. Викторина с выбором правильного ответа бұл тест. Мынау биологиялық диктант, заполнить пропуски. Мәтін болады, мәтін арасында сөздерді бірнеше нұсқасын береді, соның дұрысын қою керек. Міне үлгідегідей. Үлгі көрсетілген. Әрі қарай аудио-видео контент, кто хочет стать миллионером, кроссворд бар, слова из букв, мынау әріптердің арасынан қосып сөз шығарады. Мынау сурет, мысалы адам қаңқасы немесе митохондрияның суретін қойып, оның бөліктерінің атауын табуға арналған тапсырма. Мысалы, бұл да жақсы әдемі суретпен көрнекі орындалады. Басқасын көрсететін болды. Черное море дейді. Черное морені табасыз мына жерде. Көрейік. Дұрыс па қате ма? Мына жерге балл беріліп отырады. Компьютермен ойнайсыз. Бір сұраққа компьютер, бір сұраққа сіз жауап бересіз. Мынау сөз, әріптерді құру арқылы сөз шығарасыз. Терминмен жұмысқа жақсы. Угадывание слов, кроссворд, слова из букв. Әрі қарай парочка дейді. Мынау бұл жерде жұптар сұрақ жауапты қоюға болады. Ұяшықтар жабық тұрады. Үнемі сіз оны ашсаңыз, ашасыз ғой біреуін, екіншісін ашқанда бұл жабылып қалады. Сосын жабық ұяшықта қандай сұрақ немесе қандай жауап бар екен есте сақтау керек те, сәйкестендіру керек. Мына қиын шаблондар, бұлар әзірге керегі жоқ. Міне негізгі осы классификация, найти пару, тест, хронологическая линейка, заполнить пропуски. Сосын мынау кроссворд, слова дегенді қолдансаңыз болады. Кто хочет стать миллионером? Бұл да тест қой, ойын түріндегі тест, қолдануға ыңғайлы жақсы. Бұл платформадағы ең ыңғайлысы коллекция, өйткені коллекция арқылы сіз балалардың жауабын өзіңіздің аккаунтыңыздан көре аласыз. Создать коллекцию дейсіз, міне создать коллекцию, создать новую коллекцию деген көп батырманы басасыз. Атауын жазасыз. Добавить упражнение дейміз. Мына жерден бізде бар тапсырмалар шығады. Мои упражнения. Цветка. Екі тапсырманы таңдайық, е? Добавить выбранное упражнение. Мына жерге галочка қоямыз. Мына жерге негізі галочканы қойса да болады, қоймаса да болады. Мынау кез келген ретпен орындауға. Егер сіз баланың қатаң сіз берген ретпен орындауын қаласаңыз, онда мына жерге галочка қоясыз. Егер реттілік, орындау реттілік маңызды болмаса, қоймай қоясыз. Келесі жұмыс деңгейін бағалау. Студенттер қолданған шешкенге тіркеле алады дейді. Мына жерге жұмыс деңгейін бақылау деген галочка қояп, сол мұғалім жеке кабинетіне жауаптардың өтуі. Қоймай қойсаңыз да болады галочка. Сақтау. Орысша болуы мүмкін, сіздерде сохранить деген тұрады. Енді регистр. Сақтау деді, қоймай біздің коллекциямыз дайын, екі тапсырма бар бұл жерде. Но артқы фонында өзгертуге болады. Артқы фонын. Пересмотреть коллекцию дейсіз да. Пересмотреть коллекцию. Так, мына жерге фон қойсаңыз болады. Выберите картинку дейсіз де. Рабочий столға кез келген картинка тауып алып. Биология. Картинки. Рабочий столға сақталды ғой. Енді мынау мынаны басамыз, үшінші сурет. Міне, фонға сурет қою үшін выберите картинку деген жазуды басқанда осында терезе шығады. Терезенің үшіншісіне кіреміз.
және рабочий столдан таңдаймыз. Болды, сурет қойылды міне. Сохранить. Қараңыздар, әдемі фонда болды. Фон таңдай аласыздар. Енді коллекциямыз дайын, бөлісейік. Ссылканы копировать етеміз. Оқушыларға жібереміз. Оқушылар орындайды. Оқушының орындап көрейік. Регистрді басып, өзінің атымызды жазамыз. Жұлдыз. Окей. Енді тапсырмаға барамыз. Тапсырма барлығын орындап болғаннан кейін жазамыз, тексереміз. Окей дейміз. Назад. Вернуться к обзору. Келесі екінші тапсырманы орындаймыз. Саралауға жақсы деңгейлік тапсырмаларға ыңғайлы, иә? Келесі тапсырма бізде тест. Келесі сұраққа өту үшін төменде оң жақтағы көк түймешені басамыз. Келесі сұрақ ашылды. Екінші сұрақ. Сұрақтың жалпы саны мұнда жазылып тұр. Екі сұрақ, ол екіншісі ашылып тұр. Белгілейміз. Галочканы тексереміз, басып жарайсың. Окейді басамыз. Енді біз осы коллекциямызға жауап берген балаларды көре аламыз. Міне, рабочий статус дегенді бассаңыз, жұлдыз шықты. Екі тапсырманы екеуінде орындадым. Жасыл галочка тұр. Егер орындамаса, қызыл крестиктің суреті шығады. Коллекция дегеніміз осы.